күйіп келе жатыр. Барлық жерін мемлекет бетондап береді. Біздің ауылдың алдап тұрады, өз тумасы. Кадвачет 2 А дейді, Қарсыбет Алғабас 5 дейді. Кадвачет 5 дейді. Сол екеуін өтірік құжатпен, яғни 2002 жылы бір кісі шешім шығарып алады. 2002 жылы бүкіл каналға жеке меншік. Айтпай басады. 2006 жылы біз оны облыс соттың шешімімен бұздырамыз. Содан жағы имін су қауымдасы құрамында мен бармын, ішінде отырмын. Сөйте тұра жалған құжатпен 2007 жылы 2002 жылы бұзылып кеткен шешімнің наслама шешіммен жекешелендіріліп бұл екі канал. Бүкіл аудан тиісамайды, ауыл тиісамайды, екі ауыл тиісамайды. Қап кетіп отыр қалады. Хабарың бар. Бүгін мына Жетісайда ПМК айтатсыз ба? Сол ғой, соны айтатсыз ғой. Оның кезінде негізі қалай? Мемлекеттен ұжым болып... Садық қойға, көрсейін, садық қойға көрсейін. Сол вопрос, оны вообще бүйті көріп көген сразу айтайын негізі. Мына жерде қаланың ішінде ғой 4 гектарда. Мен аудан депутаттарынан скоро айтып жатырмын. Қазір анау заң шықты ғой. Бұрын мемлекеттің активтері заң шықты. Кезінде қалталы азаматтар, немесе бір құзырлы істеп жүргендер мемлекеттің активтерін аз қаражатқа сатып алып, немесе де өз пайларын бөліп алған активтерін бәрін қайтару туралы заң шықты ғой енді. Сол мәселесі бойынша айтамыз оны. Қазір аудан депутаттары бар, мен бар өзім бастап. Жазамыз. Прокуратураға неге жазамыздар, бірақ сіздің меншігіңізге емес, басқа меншік емес, біздің мүдде біреу мемлекеттің мемлекетке қайтару туралы біз жазайын деп жатыр оны. ПМК сайтынан бәрі қайтару керек. Кезінде стройдетау. Атеке айттым оны, сол мәселенің бәрін қозғалып. 2000 жылы қала әкімінің шешімі шығады. Дұрыс түсінемін. Бірақ кезінде 90 жылы, 97 жылы, 2000 жылы шыға келген шешімдер. Мемлекеттің балансында тұрған ненің бәрін сөйтіп арзан жаңағыдай бағаларға, нелерге емделіп сатып кете берген ғой. Сондайдан бәрі. Енді арғарата ұсынысыңызды айтсаңыз қысқа. Біздің қысқа ұсынысым. Жалпы айтып отқан 2000 жылы шешім шыққан, 3 жыл уақыт берген, біз сатып алып, жекешелендіріп алдық, жекешелендіргенбіз. Сөйтіп 3 жылдан кейін біз босаттаурамыз. 3 жылдан кейін. 3 жыл ақшасын төлеп болғаннан кейін босаттаурамыз. Ол жерде қазір біреулерге сатылып жатыр. Ол ақысы жоқ, өзі сатылып қойған, алып жерін құнын төленіп қойған. Екінші жылы қосымша төлеп жатқан болуы мүмкін. Осындай жағдайлар кетіп жатыр. Біреуге демесін Жамантайға сатып жатыр десеңші екеуі келісіп, осы шешімді шашып жатқан осы бар. Ең қысқа сол. Бұл себебі әкесінің атын қойып қойды қазір Бейсенбай, Жамантай әкесінің атын қойып. Бірлік мәдениетінің үйінің аумағына қасында орналасқан мектеп бар да бізде. Сол мектеп письмо пишет о том, что менің 9,5 гектар жерім бар. 1 гектар расположенный Шабыланов мәдениет үйге қарасты. Не нужно делать так, потому что он не может ни для чего его использовать. А біз Шабыланов мәдениет үйі қазіргі сағатқа, қазір рахмет, аудан әкімі жақсы өте жәрдем беріп жатыр бізге именно в отношении социальных вопросов. АПЗ жасалынған қазір, сол АПЗ-ға сол 1 гектардың жеріне, прилегающий жерге спортивный нер салайын деп отыр. Сізберге қазір АПЗ жасалынған. Соған мен кеше бардым Забрайнуға, Шүкірбаеваға. Сол Шүкірбаева бермеймін деп отыр. Жерді 1 гектарда. Основание что послужило деген сұраққа, типа мынау государственный акт жасалмады ғой, не солай түсінеді. Государственный акт жасалынған кезде, осы актте типа қаржы жоқ дейді. Деп, оның алдындағы Забрайно ИО болып жүрген кісі солай хат берген. Поэтому я вот аудан әкімінің пользуясь моментом хотела к вам, что отказ бермеймін деп отыр. Фильтрация ауылда қаптап етіп айналып өтетін мысалы ішкі арықтар бар, 28-ден бөлім шығатында. Сол жағалаудың бәрі фильтрация. Сол фильтрациямен де біздің көрші ауылға баратын арықтар, сол бойынша да біз көп айқайласамыз. Басқа да көп проблемалар біз өзіміз шешіп жатырмыз, әкімдікке қол жайып отқан нәрсеміз жоқ. Айтып жетім кесірдің де, басқаның да бәрінің жағдайына шамамыз келгенше өзіміз атқарып отырмыз енді оны.
Жақсы, мен қазір жазып алдым. Мен бұны қазір... Бір үлкен проблема. Бізде новостройка дейміз, ауылдың бәрі расширение беріп кеңейді ғой енді уақытысында. 10 жыл, 15 жылдан бері кеңейіп қалды. Бір көшенің бойында, бір шерпада 80 үй отыру керек болатын болса, бүгінде 150 үй отыр. Рұқсат береді, 110 мың теңгеден жинап алады, газ. Өздерің құра беріңдер, рұқсат бердік дейді. Жағдайы жақсы адам 30-лікпен тартқан, жағдайы жоқ адам 15-лікпен тартқан. Енді шерпа қойып бердік, трассалары жарамайды дейді. Жарамаса ауыстыру керек ол трассаны. Не үшін алды маған 110 мың теңгені әр үйден? Қысыменен біз әрбір үйдің жәндегі проблемасын шұқып өттік жаңа газ жағынан. Қанша үй жаурап. Сондай барлық ауылдан табылады осындай проблемалар. Арты нәрсенің керегі жоқ. Бізге жәндегі үлкен бір проектінде керегі жоқ болып қалды. Тек инфрақұрылымда тұрлау керек. Жақсы, енді мен бұның бәрі аудан көлемінде, облыс көлемінде шешілетін мәселе. Бірақ мен өзім жаңағы аудан әкіммен зам әкім отыр естілесіз ғой. ЖКХ жаңағы беріп нелік кетті ғой жиналысқа, да? Жаңағы облыстың жиналысына қатысып отыр. Бірақ қазір мен жиналыстың босаған екен, ол жігіттермен алайын. Енді әрине бізде қазір енді ауыз су бойынша мен сұрап отқан президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 2025 күнде толық қамтып барлық өңірдің бәрі сумен қамтамасыз етілсін деген, оны облыстың зам әкімімен мен тікелей байланысып отырып, осы биылғы 12 миллиард теңге қаражат бөлінді. Келесі жылға Түркістан облысына 24 миллиард теңге қаражат жоспарланып отыр. Сол мен қазір бәріне нақты тапсырма беріп отырмын. Ауыз су мәселесі бойынша сметаның құжаттарында ертірақ өткізіңдер күзге дейін. Өткен келесі жылдан біз қалып кеткеніміз керек. Мына инфрақұрылым мәселесінің барлығы кезең-кезеңмен әрине өзіңіз сияқты мынандай ауылда неше түрлі кісілер бар, ауылда көшелер істелмеген көшелер бар. Бірақ бұлай қойып жатыр. Мен осы үш көпірге бірақ өзім біліп, қандай жоспарлар қандай. Егер де сметалық құжаттары істелмеген болса, істелуіне тапсырма берейін. Күрделі жөндеу өтетін 200-ге жуық мектеп анықталған болатын. Сіздердің мектептеріңізде осы қасында мектептің арасында бос орын болған себептен сол жаққа адамдарды өткізетін жоспарын салдық. Одан кейін сол 53 мектептің анықталған есебінен біздің Түркістан облысында Қазақстан Республикасы бойынша ең үлкен 63 мектеп біздің Түркістан облысында салынатын болды. Мына сіздердің Асқадада мынау ынтымақ жақтан бір жайлы мектеп түсетін болды. Мына Жетісайдан мектеп түсетін болды. Сол есептен біздің балдардың бәрін мынау білім басқармасымен жоспарлап отырып, сол балдардың барлығын жан-жақта мектептерге тастайтын болды. Ол жаңағында ескі құрылыстың қасына құрылыс жүргізіп жері аз болды. Сол себептен жайлы мектептер салынатын болып шешілген болатын. Мына қазір Полиядағы жайлы мектеп басталды ғой, иә? Иә, басталады. Иә.